Рейстің жолындағы рейстен сәл өте бере жолдың келе жатқан, енді ол жердегі жылдамдық 80, келе жатқанда жаңағы ойық түсіп, кәдімгі аварийный ситуация тудыратындай жол жағдайға жеткен. Барып көріп, арнайы маманымен барып көрдік. Бұл Арыс шағында әлеуметтік желілер бағында жарияланды. Антикор орталығында да хабардар етілді. Енді ол жерде зерделей келсек, жолдың бойынан бір су өткізгендей, труба өткізгендей болып отыр. Сол жерде дұрыс шамамаған, және ол жер кәдімгідей бір 10 сантиметрге төмен ойылып қалған. Енді ол мәселелер алда уақытта шешімін табады деген сенімдеміз. Ол жерде жолдың бойын кесіп, жаңағы жолдың астынан құбыр өткізген. Сол құбыр өткізген кезде жамауы дұрыс болмаған деп пайымдаймын. Соның әсерінен мына шеткі жағының жаңағыдай ойып жамаған кезде астын дұрыс бекітпеген. Ол енді жолдың шеті белгілі бөлігі төмен қарай ойылып кеткен. Оны білетін адам мүмкін ол жерден жайлап өтер. Білмейтін адам 80-мен келе жатып, заң бойынша ол жердің 80 жылдамдығы келе жатқанда ол тормоз беріп белгермейді. Сонымен оны кәдімгі аварийный ситуация тудыратын жағдайға келіп тұр. Бұл жолды енді реттеп, әр нәрсені де алдын алу керек. Сондай бір қайғылы жағдай болмай тұрып, ол жерді жөндеу жұмыстарын жүргізіп қалпына келтіру керек. Және тез арада. Бұл бойынша мен өзім жеке парақшамда әлеуметтік желілерге де жариялағанмын, қазір де жариялаймын. Және антикор орталығына да мен хабардар еткенмін. Енді ол антикор өзінің ар жағында жұмыстар жасалуда, әкімдікке және арнайы өзінің сол бағыттары бойынша жұмыстар жасақталып жатыр. Енді алда уақытта ол жұмыстың барлығы болады деген сенімдеміз. Бұл жерде маған айтқан арызданушы осы Ақтау қаласының тұрғындары да болды. Және мен өзім де барып, бұл енді не ғой? Теңіз жағалаулары ғой, жолға өтетін. Ол жерден барлық халық жүретін жол бұл. Жалпы осы бұнымен қоса, осы Ақтау қаласындағы микрорайон, шағын аудандардың арасындағы бір сондай үлкен жолдар бар, ойылып қалған. Сол жердің барлығын қалыпқа келтірсе екен деген тілегім бар.